Сіздің ең ұлы рөлдеріңіз, менің ойымша, ол кішкентай адамдарды ойнаған кездеріңіз. Бәрі кішкентайдан басталады. Бәрі. Біз яман 200 береміз. Таңдау екеуіңіздің араларыңызда жүрген жоқ па? Енді ол менің әйелім екенін білмейді ғой. Өзіңізден білімі төмендеу, хабары аздау режиссермен жұмыс істеуге тура келген кез болды ма? Күшті сұрақ қойдым. Арма құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Бүгін біз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер Нұркен Өтеуіл мырзаға келдік. Қош келдік дейміз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Не жаңалық? Қалымыз жақсы, шүкір. Жаңалық. Әр күн маған жаңалық. Күзде өткен Орта Азия театрларының арасындағы халықаралық фестивальде үздік ер адам бейнесін жеңіп алдыңыз. Негізі Дон Кихоттағы Айнұр ханымның да образы өте жақсы шықты, бірақ әйел бейнесін алған жоқ ол кісі. Таңдау екеуіңіздің араларыңызда жүрген жоқ па? Қалай ойлайсыз? Көбі солай айтады негізі. Естіп жатырмыз, оны да айтқан, Айнұрдың да аты аталған жюрилердің арасында сондай әңгіме болған. Оны кейін сол шетелден келген жюрилердің өздері де айтып жатыр. Сондай дүние болды. Енді ол менің әйелім екенін білмейді ғой. Біз жалпы театрда біз әріптеспіз. Ал үйде менің жұбайым. Оның да бағасын берді. Енді шынымен де жаңағы үздік әйел бейнесін алатындай кейіпкердің жаңа образын сомдады. Оған көрермендер де куә болды. Бәрі де бағасын беріп жатыр. Сол Алматыдағы әріптестеріміз де айтып жатыр. Сондықтан енді таңдау маған түскен екен, мен алдым. Негізі лайықты марапат. Әрине лайықты. Әрқайсысы мен үшін біздің актерлардың әрқайсысы лайықты. Қандай жаңағы жүлде болсын, бәріне лайықты. Ол жердегі жастар болсын, жаңағы біздің буын болсын, өз кейіпкерлерін жоғарғы деңгейде сомдады деп айтсам болады. Актерлер, әсіресе театр актерлері екіге бөлінетін сияқты. Енді меніңше. Біріншісі, бұл саладағы жалақыны асынады. Екіншісі, егер ақша маңызды болса, бұл салаға келмей-ақ қой дейді. Сіз қайсысына жатасыз? Енді біз бұрындары осы театрға келген кезде оған қарамадық, шынымен де. Айлық біздің ең бірінші алдымыздағы мақсат театр, осы жұмыс, қалғанның бәрі ақырындап болады. Өйткені біздің араласатын, жаңағы жан-жағымызға қарайтын, бірге жүретін достарымыздың бәрі сондай болды. Қазір бөлініп жатыр ғой. Қазір астыңдағы мәшинеңе қарап сыйласатындар бар. Қалтаңдағы, қолыңдағы сотыңа қарап сыйласатындар бар. Бір адамдық нәрседен кетіп бара жатқан сияқты. Сондықтан да талап етеді. Қонаққа бару керек, қонақ шақыру керек, баласы неше түрлі үйірмелерге бару керек. Осының бәріне сенің қалтаңдағы ақшаң жетпей жатса, сен қандай өнер тудырасың? Сіздің ең ұлы рөлдеріңіз, менің ойымша, ол кішкентай адамдарды ойнаған кездеріңіз. Мәселен, Дон Кихоттағы Санчо, Гамлеттегі Клавдий, Қымбатты Памеладағы рөліңіз. Бірақ сіздің ойыңыздағы актерліктің шыңы бұл образдар емес сияқты, иә? Мұндай образдар емес сияқты. Мен үшін жалпы театрда қағида бар ғой, кішкентай рөл болмайды деп. Бәрі үлкен. Бір кішкентай эпизодқа шықсаң да, соның жан дүниесін, соның айтатын нәрсесін, соның ойын жеткізе алсаң, бұның бәрі үлкен рөл. Ол жаңағы жүрдім, бардым деп қарасаң оған, ол сенің алдыңдағы армандаған үлкен ролыңа да жете алмайсың. Сенің жаңағы сомдай беріп жүрген үлкен кейіпкерлеріңе де жете алмайсың. Бәрі кішкентайдан басталады. Бәрі театрда одан басқа да үлкен-үлкен кейіпкерлер бар, сомдап жүрген. Бәрі бір-біріне байланысты. Бәрі мына нүктеден ана нүктеге жету үшін сен мына нүктені бірінші нақтылап алуың керек. Ана жаққа жететін сен жаңағы деміңді өлшеп алуың керек. Әрине мен армандаймын. Бұрындар айтқам осыдан 10 жыл бұрындары
бір осындай сұхбат болған кезде менің театрдағы бір армандап жүрген рөлдарым бұл Алаш, Ардақтылар. Енді ақырын қазір киноға да келіп жатыр. Міне сол Алаш Арыстар театрға да келіп жатыр. Бұйырады, оның бәрі келеді. Ақырын, әсте дейді ғой. Әсте келетін дүниелер. Менің арманымдағы рөлдер осы Алаш Арыстар. Сіз туралы көп естігем. Сізді әлемдегі қайырымды жан деп мына Эстрадада да жүрдіңіз, әлі де жүрсіз ғой, кинода да барсыз, бірақ басымдықты театрға бердіңіз. Несімен артық болды, ана 2 жолдан? Міне менің кейіпкерлерім алып келді театрға. Менің сол Абайым, сол Шәмшім, сол басқа да рөлдерім, кешегі Жарасбайым, осы сахнаға алып келген осы кейіпкерлер. Арғарай жаңағы жеңіл желпі, әндетіп, гулетіп жүруге жол берген жоқ. Сондықтан мен театр сахнасын таңдадым. Менің өзімді еркін сезінетін жер осы сахна. Көзбен көрмесек те, өткен ғасырдың режиссерлерін біз бір образбен елестетеміз, актерлердің әкесі, ұстазы ретінде. Қазіргі режиссерлердің сондай бір ортақ образы қалыптасты ма? Жоқ емес бар ғой бізде режиссерлар. Жоқ деп Хрущевпен ауыстыртуға болмайды. Театрдың жалпы алға жетелейтін, оны режиссер, оны бәрі біледі, бұл хақ. Оны біз сол Мамбетовтің сол Әуезов театрындағы алтын ғасырын басқарған кезден қандай деңгейге жеткен, 15 одақтың ішіндегі ең мықты 5 театрдың ішінде Әуезов театры болғанын, оның басында сол Мамбетовтің тұрғаны, міне осыған дәлел бәрі. Қазір сондай әрбір театрға сондай режиссерлар керек, іздеу керек, табу керек, оқыту керек, алып келу керек. Қазақстан бойынша 54 театр бар десеңіз, қазіргі сол режиссерға жармай жатқан театрлар көп. Қайтып актер өседі, өзіңіз ойлаңызшы. Содан кейін біз кеп сынаймыз, мына спектакль не сұмдық, мынау қандай спектакль, не қойғасыңдар. Егерде дайындамаса, білікті, білімді адамды алып келмесе, жастар жоқ емес, бар. Соларды жіберу керек, қазір бағдарлама жасау керек. Осыған қарай. Мәскеуге жіберу керек. Мысалға Қырғызстанда жыл сайын бәленбай баланы сол Мәскеуге жіберіп оқытып алып келеді екен. Бізде де сондай жасау керек. Таңдау керек, сол таңдаудан өту керек қазіргі біздің. Мынау ассоциация бар қазіргі, театр одағы бар. Осылар осындаймен жұмыс жасау керек осылар. Әр театрға келген баланы, алып келген баланы 2 жылға, 3 жылға мына театрдың басына қою керек. Осындай деңгейге жету керек мына театр. Араластырып бір-бірімен. Сонда ғана біздің бәсекелестік туады. Әйтпесе 1, 2, 3 театр, әйтпесе барлық 54 театрның ішінде талантты актерлар бар. Шығалмай жүрген актерлар бар. Бағы жанбай жүрген актерлар бар. Оның ашатын кім? Оны режиссер. Көрдіңіз ба? Сондықтан бізге қазіргі бір Фархат, бір Әлібек кімге жетеді? Жан-жақтан тартқылап. Жастарды айтып отырмын мен. Әйтпесе үлкен режиссерларымыз да бар ғой. Сол 54 театрдың жағдайын жасау керек. Театр құрылды ма, театр салынды ма, ол жұмыс істеді ма, адал, үлкен деңгейде, үлкен дәрежеде жұмыс жасау керек. Бәрі жаңағы өтірік бір спектакль қойып, әйтеуір ақша бөлінді ғой деген нәрседен қашу керек. Бір неден шығып кеткен сияқты, меніңше қазір өнердің өзінде де. Бір қараудан. Енді біз өткенді айтамыз ғой, Әшекең бар кезде, мысалға, Әшірбек Сағай кезде, бәрі қаймығатын, бәрі спектакль, анау-мынау спектакль алып келуге қорқатын. Ол кісі әр театрға барып жүріп көретін, осы қанша театр бар, сол актерді істейтін актердің атына дейін білетін ол кісі. Кім қандай рөл ойнау, Абай жоқ театрға, ойнайтын актер жоқ театрға, Абайды неге қоясың? Қоймау керек. Гамлетті қоймау керек, Гамлет жоқ болса онда. Неге қоясың? Міне осындай нәрсе айтатын ол кісі. Өйткені шын жаны ашиды. Шын өнерге жан ашиды. Қазір өз бетімен кім болса сол басқарады театрды. Әйтеуір шулап кетпесін, үркіп кетпесін, тыныш отырайық, мынаны қояйық деген дүние. Қандай өнер ол? Егерде болмады ма алып таста.
жіберме. Осындайға біздің күш жігеріміз жетпейді қазір. Осыған жеткізу керек. Әйтеуір театр деген аты ғана бар театрлар бар. Әйтеуір жұмыс жасап жатырмыз ғой. Оны айтсаң кей кезде ренжиді. Жанашырлықпен айтамын мен. Халық бара ма ол театрларға? Әрине барады ғой, көрермен барады ғой. Бірақ сол сапасы қандай сол өнердің? Деңгейі қандай, дәрежесі қандай? Онда жүре берейік, мен де жүре берейін. Ақырын сахна шығып, халықтың алдына шығып, ойнай салайын. Жүре берейік шос. Онда қандай өнер туады? бір балам шыңдаудан шықса, бір балам алыстан түлеп ұшып кете ме? Қой, мен сахнада Абайды ойнап жүрмін ғой деп өзіңіз тоқтатқан кез болған жоқ па? Бірдеңеден? Әрине болады. Енді бұныңыз дұрыс сұрақ болғанда сөз кей кезде болады. Бір лепіріп кеткен кездерде тәубеңе келтіріп қоятын кездер болады. Ойнап жүрім ғой емес, соның сөздері, айтқандары так деп ұстап отыратын кездер болады. Кей кезде соның сол кейіпкерлердің сенің отбасыңда кей кездегі бір жақсы жолдарға алып келеді. Сенің тәрбиелеп отырған балаларыңа кей кездегі сол кейіпкерлердің сөздері, жасаған дүниелер саған тәрбие береді. Өзіңізден білімі төмендеу, хабары аздау режиссермен жұмыс істеуге тура келген кез болды ма? Күшті сұрақ қойдым. Мен өзімді мынау менен білімі төмен деп айтпаймын. Жақсы режиссерлармен жұмыс жасадым. Кей кезде жетпей жатқан жерлерде болды, оны да білемін. Оны өздері де біледі. Мұндай кезде. Болады әрине. Ара-тұра болады. Көп театрда тұрақты режиссерлері бар ғой өздерінің. Қалекей театры көп эксперимент жасайды. Әр түрлі режиссермен шығарады, спектакльдерді. Оның артықшылығы қайсы, кемшілігі не? Кей кезде менің бұл өз ойым, негізі тұрақты режиссер болу керек. Тұрақты режиссер сол театрдың актерларының тәртіп мәселесін, деңгейін, сахнадағы шеберлігін қарап отыратын, соны сараптап отыратын, айтатын, қай жолда жүріп бара жатсың деген білімді білікті режиссер керек театрдың басында. Тағы да мысал келтіремін. Мамбетов 30 жыл сол театрды басқарған кезде қандай актерлар шықты, қандай спектакльдер шықты. Мысалға да. Біз шақырып қойғызғаннан кей кезде ұтатын нәрсе бар. Керемет қойып кетеді. Бірақ ол спектакль жүре тозып кетуі мүмкін. Қарауы жоқ. Өйткені иесі кетті, бітті. Сондай ұғымдар бар біздің театрларда. Ананың спектаклі ғой, оның мынаның спектаклі ғой деп айтатын. Ондай болмау керек. Егер бір режиссер қадағалап отыратын болса, тағы да өз басын емес, тағы да өнерді ойлайтын режиссер. Бәріне бірдей қарайтын. Мынау театрдың дүниесі деп қарайтын. Жоқ, ананыкі емес, мынаныкі емес. Сондай тұрақты режиссер болса, мен келсем. Бөлмей. Өйткені өнер ғой ол. Жасады ғой біреудің еңбегі. Ал келіп кетіп қоятын спектакльдер. Жаңағы айтып отырмын ғой. Күндердің күнде тозады, қараусыз қалады, қойылмай қалады. Оның несі жоқ қой. Өйткені режиссер кетті жоқ, қойды кетті. Бір актерлар ойнайды. Солар ғана жан ашу мүмкін. Сол сияқты дүние ғой. Айғайла, бұлай қарай бұлар. Айғайла. Мына жақтан біреу. Көп рахмет сұхбатыңызға. Рахмет, Назерке, өзіңе де. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.